Разым. Разсызбы? Қаншаға кетті? 3000 доллар. Бар барака. Жігіттер, карбонос, құлақ, құйрық, жөлі қолменен жасап алғандай да, машалла. Бұл 3000 долларға қандай кеттім дейді? Нұрислам ака айтыңызшы өзіңіз. Соңын кетті де, мен бұлардың екеуін епте албайдан сен шықырдың жардамға. Келіп бір орта қалыс болып берді. Пасвайский кетті басы? Пасвайский кетті. Бұл көптен бері жүрген екен, бұны көріп жүр. Жаңа Азамат екен Қоросына барған екен, ана Азамат екеден біз алғанбыз да. Кейін бұл жаққа қайра келіп алып түн үш алған, мен ұқты албай айтам, оны алышым керек. Түшкө кирді бәка. Түшкө кирді де. Қандай болып кирді? Қақты кирді ғой. Ака, бұл 3000 долларды қозын жетелеп берсеңіз, үйдегілер қандай қабыл алады қазір? Уже гөнтеле қалды ғой деймін үйдегілер. Бұл ору да ака. Бұда қалса сақайып кетесіз бір ай. Сақайбайыз ғой деймін. Сақай үшін жаресам ғой ака. Bunun liniyası mınday. Atamanның баласы Куарт. Октябрьский Азамат. Көгарт Қырғызстанда екі ойлы азыр, а? Ова. Деп атады. Бірі чүй тарапта, бірі Азамат аке да? Ошоның баласы Атаманның прямой невересі да, Куарттың баласы бұл. 2 айлық малында Азаматқа бар 3000 доллар қылған, Азаматқа бере қойған, сатып айтты. 3000 долларға 2 айлығында ұшы берілген емес. Өте сонда болған екен. Кеше дағы келді, мен сатпайын дедім. Сатың деп көндіріп алып тұрған 5000 доллар десем. Аз 3-ке кетті. 3000 долларға. Өте сон болды. Пасвайский болды. Ака, разсыз бұл? Тоқта, бізге бұл қойып береді, бұл шоңағондан кетші. Мұндан қойып береді. Қойып береді. Догормен. Догормен. Ұрғашыларды алып барабыз. Дамир сен де илешіп ал. Біз 2-4. Сен де 2 қойсаң алтынды. Мен де қойғаны ошоға чейін, иншалла Аллах насип болса қоя алабыз жігіттер. Мықты. Карбонос, костяк, чистота. Не дейді дағы? Ака, бирок братанды өзін аддене тарш керек екен видеоға. Бұл башқача красавчик екен. 93 красавчик. Нары қалсам? Мұндай карбонос братан. Еркекче карбонос бар екен сенде. Жашың деле жаш эле экен нерсе экенсиң, а? Бирок тиштер өзүңкү эмес да. Емчи жаратат да. Емчи жаратабы? Болды, красавчик. Булам сөздү алып качат экен жигиттер, ассаламу алейкум.